Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Азиза, менің арнама қош келдіңіздер. Қазақша контентті каналдың дамуына өз үлестеріңізді қосып, арнама жазылып, лайктарыңызды басып, пікірлеріңіз болса білдіре кетіңіздер. Бүгін біздерде алма туралы ақпарат айтатын боламыз, яғни алманың пайдасы және де зияны туралы жақсы тақырып қозғаймыз деген ойдамыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Жалпы жеміс жидектің, оның ішінде алманың денсаулыққа пайдасы өте мол. Сондықтан оның қасиеттері туралы айта кеткенімізді жөн көрдік. Алманың құрамында А, С, В1, В2, Е дәрумендері бар. А дәрумені ағзаның өсуіне, дамуына әсер етіп, түрлі ауруларға қарсы тұруға көмектеседі. А дәрумені шаштың, тырнақтың өсуіне әсер етеді. Ол жетіспегендерде тері құрғап, жарылып, түсі күңгірттенеді. В1 дәрумені организмде дұрыс зат алмасуы үшін аса қажет. Бұл дәрумен жетіспегенде шаршағандық сезіліп, ас қорыту жүйесі бұзылады. Ағза В1-ге зәру болған жағдайда жүйке жүйесі ауруға шалдығуы мүмкін. В2 дәрумені басқа да дәрумендер сияқты организмнің бірқалыпты өсуіне қажет. Жарақаттардың тез жазылуына мүмкіндік береді. Көздің жақсы көру қабілетін арттырады. Бұл дәрумен жетіспеген жағдайда ерін құрғап, ышық шығады. Денеге түскен жарақат баяу жазылады. С дәрумені ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұра алу әрекетін арттырады. Сүйекке және тіске беріктік қасиет береді. С дәрумені жетіспегенде ағза тез шаршайды, сілемейлі қабықшалар қабынады, қызылек қанталайды. С дәрумені ағзаға қыс пен көктем айларында көбірек қажет. Е дәрумені бұлшық еттердің қызметін жақсарады. Сондай-ақ алмада марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, молибден, мырыш бар. Бұлар ағзаға жеткілікті мөлшерде болса, адам жиі ауырмайды, ойлау қабілеті жақсы дамытады. Ал ең бастысы алма темірге бай. Темір қан айналымы жүйесіне өте қажет. Ол жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бактерия мен әртүрлі вирустардан сақтану үшін күніне бір алма жеу қажет. Алманың жер шарында 36 түрі бар. Қазақстанда алманың апорт, сиверс, қырғыз алмасы тағы да басқа түрлері өседі. Алманың отаны Орталық Азия. Сырпына қарай алма ағашының өмір сүру ұзақтығы да әртүрлі. Олар 20 жылдан 100 жылға дейін өсе беруі мүмкін. Алманың зиянды жағын сіздер білдіңіздер ме? Тым қарапайым сұрақ, иә? Сіздер бір ауыздан алманың пайдалы екендігін айтатындарыңызға біз сенімдіміз. Алайда диетолог мамандар алманың зиянды жағының бар екендігін естен шығармауға кеңес береді. Алманың құрамында С, В1, В2 және де Е дәрумендері мен марганец, калий, кальций, фосфор, натрий, молибден, мырыш, барий микроэлементтері бар. Алмадағы темір қан айналым жүйесіне өте қажет. Сондай-ақ онда жасұнықтың өте көп бөлігі бар. Алма бауыр, бүйрек, асқазан, ішек жолдарының жұмыстарын жақсартады. Бет терісінің түсін жақсартып, жас әрі күтімді етіп көрсетеді. Холестерин мөлшерін азайтып, іш қатудың алдын алады. Диареяны емдеп, иммундық жүйені нығайтады. Алдыңыздағы тізімді көріп шығып, сіздер ешқандай нашар қырын байқамағаныңызды айтарсыз. Асықпаңыз. Диетологтар алманың құрамындағы жасұнықтың көп болуы, колит, яғни тоқ ішектің талаурап, қабынып, ауруының пайда болуына әкеліп соқтыруы және де асқазан ішек жолдарының жұмысына зиян тигізуі әбден мүмкін екендігін айтады. Екіншіден, құрамындағы жеміс қышқылының шамадан тыс көптігі асқазандағы жараны ұлғайтып жіберу қаупі бар. Үшіншіден, алманың қышқылы тістің эмалына қатты әсер етеді, яғни оны жұқартып, тісті сезімтал етіп шығарады. Алма жапырағынан демделген шайды көп ішпегеніңіз абзал. Мұның қант диабеті ауруына шалдықтыратындығы дәлелденген. Сонымен біздің бүгінгі алма туралы қозғаған тақырыбымыз өз мәресіне жетті. Сіздерге бүгінгі тақырып ұнайды деген ойдамыз. Егер сіздерге
бұл қозғаған тақырыбымыз біздің видеомыз ұнаса, лайк басып арнамызға тіркеле кетіңіздер, және де пікірлеріңіз болса төменге жаза кетіңіздер, біз міндетті түрде жауап беретін боламыз. Және де алдағы уақытта қандай да менің арнамнан рецепттер немесе қандай да пайдалы ақпараттар білгіңіз келеді, соны төменге комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар. Сіздермен болған Азиза. Келесі видеода жүздескенше аман, сау болыңыздар.